Әуелгі атым еді, адам жүсіп, сүйген халқым кетті ғой, мәшһүр десіп. Петербург, Лондонға атым әлім, айтайын мен сендерге, көңілім түсіп. Шешендер шыға алмайды тұйығына, бас алмаймын батпақтап ұйығымнан. Баяғыңды ойлама, енді қазақ, бақытыңды тайдырған иығыңнан. Жақсы болсаң жау болар өз ауылың, жаман болсаң жат болар өз бауырың. Әр түрлі сөзге еріп бәле жауып, шірітер түрмесінде мұжық бауырың. Тұрарда таң намазға кер боларсың, шығырда шыбын жаның тер боларсың. Кеудеңе алабота жусан шығып, бір кезде аяқ басар жер боларсың. Қалған жоқ сарыарқа сенде қызық, сандалтып сарыарқаны алды мұжық. Қолынан келер де жоқ, өнер де жоқ. Баласы сорлы қазақ, қалдың мұжық. Таптадың сарыарқаны, қаншама жыл. Байың жоқ, батырың жоқ, қалғаның тұл. Ерініп еңбек етіп егін салмай, мұжыққа өлә сал, болғаның құл. 32 жыл болар сондай ауыр. Адамдар аш жалаңаш болып жақыр. Кетеді айдалаға есі шығып, ағайын туған туыс, суып бауыр. Адыра тұл қалады қурап шаңырақ, кетеді айдалаға ес аңырап. Тірі кісі табысар бір заманда, қойдай маңырап, қозыдай жамырасып. Дүниеге жарасады күн менен ай, бұл заманда тұра бермес мәңгі осылай. Мысалы бұл дүниені мен айтайын, теңелер сол заманда кедей мен бай. Өзгеріп одан кейін заман болар, жолына шариғаттың күмән болар. Қызығы кәрі жастан ұят кетіп, тәртіпсіз ар жойылып, тәмәм болар. Күншілдер көрінгенге қоғын сатып, ақыры кінәсізге жала болар. Үлгілі өнегелі салты құрып, қаптаған айналасы қала болар. Кедейлік болар ма, мұндай қиын? Ойын күлкі ас пен қалар жиын. Естейтінің жаман сөз, суық хабар, жұмыртқадай шайқалар, күнде миың. Сайтан мен ел құдаймен жат болды ғой, сол себепті жұрт біткен ғат болды ғой. Жер мен көктің кеңдігінен не пайда, жақсылық тыныштық деген ғат болды ғой. Жұрт көреді құдайсың оңайлығын, қысы жазы тығын жоқ, ыңғай шығын. Пәнді асығып жеткенше тарығады, құдай өзі көрсетпесе құдайлығын. Мәңгі бәқи, бұл дүние тұрмақ емес, қалжыртып қажытып бәрін тегіз. Өлмеген құл көреді асықпаңдар, бұл дүниеде таусылып болады көмес. Өлмегенге бұл дәуір кезек демек, пәнді асығып аптығып пісіп күймек. Ұрған құдай пәндесін қан қақсатып, құшырланып құшақтап аяп сүймек. Жылан жылы өткізер жазды қысты, жылқы жылы сапырылсып жыр жүрісті. Құлағың естігенді көзің көрмек, көрерсің өлмегеннің қай бір дұрысты. 1945 жыл, жылқы шығып қой кірер, оны да біл. Қойдан қоңыр заманды бір көрерсің, қой анасы бестен деп, бусайшы бел, деп жүрміз құдай бар деп күшті. Сол сөзде болып кетті ау екі ұшты, анық көңіл, бекейді қайран қалып, құдайлықтан қалғандай көрсетсізді. Ертек емес, шын сөз ғой құдай қауымы, қайда барсаң жұрт болған ғат қауымы. Құдай жұп қылып жаратқан екі түрлі, үшеуі ара табылмақ құттың қауымы. Бақталасты құдай мен бастым алды, соларға боп бәленің нақ қарсы алды. Кейінгіге қысақ бұлшылдауға, аман есен қалдырған ғой, осы мәшһүр шалды. Үлкен тау төбе болар, бас кеткен соң. Жақсы ауыл ұры болар, бас кеткен соң. Ақсақал төрде отырып не болады? Келіннен тыйыш отыр деп сөз жеткен соң. Ер жігіт мырза болып не болады? Қолдан дәулет басынан бақ кеткен соң. Ханның да қара тілін ала бермес, бастан тәш астынан тақ кеткен соң. Әкеден бала безетін күн болады, қуат кеңіп 80 жас жеткен соң. Үлгісіз ата мен ана болар,
еркекті әйел билеп дана болар. Ұларсыз, қызы ятсыз болып, бала емес, пәле баққан жайы болар. Сарыарқа сары жайлау жері тарылып, өрісі жоқ жырық-жырық дала болар. Сары қымыз сапырулы қолдан кетіп, сырғайтып шетіғын шайы болар. Қоян жылы заман тараң болар. Ел аштық, жоқшылыққа тап болар. Қоғамның жиған малы топтай түсіп, қысы жұт, азық қымбат, нарық болар. Бұл сөзім өтірік емес, шын расы. Мұнан соң ұрлық қылар кәрі жасы. Кедейліктің иісі қазақта тұр. Оңдырар ма, сәулесі сөңкей масы. Сол заманның бір талай ұлықтары, ұры қарасымдардың жан жолдасы. Қазақ қайтып ел болады, қарағым-ау, ойлайтыны, ұлығының өз пайдасы. Ұлықтардың нәсібі ұры болар, қолдайтын періштесі пірі болар. Зекетсіз кедейлердің жиған малы, жең ішінде бар мен құрып болар. Ол заман қай заман, ыққан заман, жақсы жаман келіп шыққан заман, ұры қара көбейген тақыр заман. Сол заманның адамы көп білем деп, дана болар. Надандығы халыққа мәлім болар. Шариғат пен хадиспен жұмысы жоқ, Құранды қате оқып, күнә болар. Оқыған ғұламалар таусылған соң, ақыры сол ұры қара молда болар.